Армысыздар, құрметті болғаштықтар, Өркен медиа арнасында кешкі жаңалықтар, ақпараттар легімен таныстырушы мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгін көретіндеріміз. Өрттен келген өлім, Балқашта қызыл жалын тағы бір адамның өмірін жалмады. Марқұмды 20 жылдан бері танимын, өзі жалғыз тұрды. Аяз аямайды, Балқаш ауруханасында аяғы мен қолын үсік шалған 3 адам түсті. Біріне ота жасалуы мүмкін. Аязда өскендердің үшеуі де алкогольді ішімдік қолданған. Кел жаңа жыл. Үміт үзбе қоғамдық бірлестігінің еріктілері 120 балаға сый жасады. Мүмкіндігі шектеулі 15 бүлдіршінге сый жасадық. Балқашта қызыл жалын тағы бір адамның өмірін жалмады. Ағайынды Мусиндер көшесіндегі 22-ші үйде пәтер өртенді. Өрт таңғы 4-те ел шырт ұйқыда жатқанда болған. Ал өрт сөндірушілерді түтіннің иісін сезген көршілер шақырыпты. Толығырақ тілші әңгімесінде. Ағайынды Мусиндер көшесіндегі 22-ші үйдің тұрғыны Раиса Воронцова өрт болған пәтерді көрсетуде. Талай жыл іргелес көрші болған марқұм оған баспанасының бір кілтін беріп қойған. Жайсыз хабарды зейнеткер таңғы 4-те жоғарғы қабаттағы тұрғындардан естіген. Дыма не было просто у соседей. Мен түтінді сезбедім. Жоғарғы қабаттағы тұрғындар келіп, көрші пәтердің жанып жатқанын айтты. Марқұмды 20 жылдан бері танимын, өзі жалғыз тұрды. Соңғы уақытта еш жерде жұмыс жасаған жоқ. Өрт сөндірушілерді де жоғарғы қабаттағы көршілер шақырған, ал өртенген пәтер 3-ші қабатта орналасқан. Бір бөлмелі баспанада киімдер мен жиһаз жаныпты, ал 59 жастағы пәтер иесінің жансыз денесі кереуеттен табылған. Курил сигарету, видать. Ол ішімдікке үйір еді. Мүмкін темекі шоғын сөндірмей мас күйінде ұйықтап қалған болар. Денесін үйден алып шыққанда бір қолы мен бір аяғының күйгенін көрдім. Тұрғынның бұл пікірін құтқарушылар да растап отыр. Үй иесі темекі тұқылын сөндірмей ұйықтап қалғандықтан ажал құшқан, ал өртті ауыздықтауға 1 сағат уақыт жұмсалды. 15 адам қауіпсіз жерге шығарылды. Гүлшат Байтөкешова, Серік Кесебаев, Өркен медиа. Балқаш ауруханасына үскірік аязда үсіп қалған 3 адам түсті. Бірі үскенімен қоймай қатты күйіп қалған. 45 жастағы Тараңғал кентінің тұрғыны үсіп қалған аяғын жылытпақ болып, ыстық пештің жанында ұзақ отырған. Нәтижесінде аяғы күйіп қалыпты. Қазір ер адам Қарағанды қаласында Мақажанов атындағы клиникада ем алуда. Ал екінші азамат Саршыған елді мекенінің тұрғыны. 55 жастағы ер адамды көшеде біреулер ұрып кеткен. Ол басынан алған соққыдан есінен танып қалып, ұзақ уақыт бойы далада жатқан. Нәтижесінде бір аяғын үсік шалған. Қазір ол үйге шығарылған. Жақын күндері аяғына ота жасалуы мүмкін. Ал үшіншісінің қолы үсіп қалған. Отморожение первой и второй степени были. Үшінші адамның қолдары үсіп қалған. Балқаш тұрғыны қазір ауруханада ем алуда. Жағдайы бір қалыпты. Аязда өскендердің үшеуі де алкогольді ішімдік қолданған. Ал синоптиктер жақын арада аяздың беті қайтады деп отыр. Күндіз ауа температурасы -2, -7 градус болса, түнде -8, -10 градусты көрсетпек. Дәрігерлер де күн райын бақылап отыруға кеңес береді. Аязды күндері далада ұзақ жүрмеуге және жылы киініп жүруге тырысу қажет. И руки в горячей воде. Этого делать нельзя. Тұрғындарға айтарымыз, аязда алкогольді ішімдікті шамадан тыс қолданбаңыздар. Егер қол аяғыңызда үсік шалған болса, ыстық суға жууға немесе ыстыққа басуға болмайды. Оның орнына крем жағып, массаж жасаған дұрыс. Енді психоневрологиялық, наркологиялық және туберкулезге қарсы диспансерде есепте тұрмайтыныңызды дәлелдейтін анықтаманы ЕГОВ порталы арқылы тегін алуға болады. Ол үшін электронды үкімет сайтына кіру қажет. Тіркелгеннен кейін денсаулық сақтау бөліміне өтіп, керекті ұяшықты таңдайсыз. Құжат тегін беріледі, ал бұрын анықтаманы алу үшін мекемеге барып, ақы төлеу керек болатын. Қазір ешқайда сабылудың қажеті жоқ. ЕГОВ KZ сайт арқылы психоневрологиялық, наркологиялық және туберкулезге қарсы диспансерде есепте тұрмайтыныңызды дәлелдейтін қағазды 15 минут ішінде ала аласыз. Ботажан оңалту орталығының балалары жаңа жыл мерекесін тойлады. 70-тен аса мүмкіндігі шектеулі бала Аяз ата мен Ақшақардан түрлі тәттілер мен сыйлықтар алды. И все с вами отправляемся в волшебную сказку.
Балалар Аяз ата Ақшақармен бірге шыршаны айналып, би билеп, ән айтып көңіл көтерді. Қаланың ерікті жастары да ертегі кейіпкерлерінің киімін киіп, кішкентайынан тағдырдың тауқыметін тартса да, мойымайтын балаларға қуаныш сыйлады. Демеушілердің кішкентай балқыштықтарға дайындаған сыйлықтары да мерекенің көркін кіргізді. Орталықтың басшылығы ерекше балаларға үнемі қолдау көрсетіп жүрген жомарт жандарды алғыс хатпен марапаттады. Мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған шырша кеші қатарынан 3 күн өтті. Келе алмай қалған балалардың сыйлықтары үйлеріне жеткізілді. У нас проводится ежегодный такой. Біз жаңа жыл барлығына бірдей келеді деген ұранмен жылда шырша кешін өткіземіз. Аяз ата мен Ақшақар кейбір жүре алмайтын балалардың үйіне барып құттықтап, сыйлықтарын үлестіреді. Үміт үзбе қоғамдық бірлестігі 120 балаға жаңа жылдық сый жасады. Еріктілерден құралған ұйымға кәсіпкерлер мен түрлі мекемелер және қарапайым қала тұрғындары көмек көрсеткен. Бірі қаржылай демеушілік білдірсе, енді бірі ойыншықтар әкелген. Ондаған келі жеміс-жидек, кәмпит секілді тәтті дәмдіні үйіп тастаған. Жиналған заттардың барлығы нөмір 3-4 мектеп-интернат оқушыларына, балалар үйінің тәрбиеленушілеріне тең бөлініп берілді. Жалпы 122 бүлдіршін қамтылды. В 4-м интернате мы поздравили 40 воспитанников. Нөмір 3 мектеп-интернатынан 50 балаға, 4-ші интернаттың 40 оқушысына және балалар үйіндегі 17 тәрбиеленушіге және мүмкіндігі шектеулі 15 бүлдіршінге сый жасадық. Аниматорлардың қатысуымен жаңа жылдық шырша ұйымдастырылып, мерекеде сыйларын табыс еттік. Қайырымдылық акциясына қатысқан әрбір жанға алғыс айтамыз. Қала тұрғындары революцияға дейін және кеңес үкіметі құрылған кезде жарық көрген ашық хаттарды тамашалай алады. Қалалық мұражайда жаңа жылдық карточкалар көрмеге қойылды. Әрқайсысы өткен тарихтан сыр шертеді. Толығырақ келесі сюжетте. Көрмедегі ең көне жаңа жылдық ашық хаттар революцияға дейін шыққан. Олардың саны 30. Әрбірінің 100 жылдық тарихы бар. Карточкалардың бетінде шаруа балалары, жануарлар мен періштелер суреттеліп, тілек жазылған. Эти открытки печатались на... Революция дейінгі ашық хаттардың авторы суретші Елизавета Бем. Ондағы жазулар ескі славян тілінде жазылған. Бір жағында сурет болса, екінші бетінде хат жолдауының тілегі мен хат иесінің мекен жайы көрсетілген. Ал келесі сөреге 80-90 жылдардағы жаңа жылдық ашық хаттар қойылған. Бұлардың беткі жағы сол кездердегі танымал ертегі кейіпкерлермен және жаңа жылды білдіретін белгілермен безендірілген. Кеңес одағы кезінде бұл ашық хаттар 100-ден 700 мыңға дейінгі тиражбен шығарылған. Мұражайға мұндай құнды жәдігерлердің көпшілігін балқаштықтардың өздері әкеліп өткізеді екен. Появление открыток берет начало. Ашық хаттар алғаш рет 1869 жылдары пайда болған. Ең алғаш Венгрияда басылып шықты. Мұражай ұжымы ашық хат жіберуді қайта жаңғырту мақсатында осындай көрме ұйымдастыруда. Қаңтарда жаңа жылдық ашық хаттардың қатары рождестволық конверттермен толығады. Мұражайға барып ашық хаттар коллекциясын тамашалаймын десеңіздер, сағат таңертеңгі 10-нан кешкі 6-ға дейін есік ашық. Гүлмайтай, Руслан Сепен, Өркемедиа. Бүгінге түскен ақпараттар легосымен тәмам. Күнделікті Балқаш жаңалықтарын арнамыздан бөлек Өркенмедиа.kz сайтынан көріп оқи аласыздар. Ертеңде айтарымыз бар, жүздескенше.